9 жыл бойы болат балқытып, шынайы еңбекте шыңдалған тұлға. Сіздің еңбек жолыңыз Бақытгүл Хаменова Қазақстандың тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевты ел алдында айға күнге теңеп мақтап, ағарына бір оқуанда қалың қалыққа танылған. Атқамінер айым екі қызматташы менен чоғы 145 миллион теңгеге бағаланған Абайдың естелігін орноту үшін келішім түзгөндө 4,5 миллион теңге пара алған деп шектеліп, былтыр қармалған. Хаменова Бақытгүл Хаяжанның 9 Сот айыпталуучунун жашы жетелек баласы бардыгын эске алып, өкүм 3 жылдан кийин күчүнө кирет деп аны сот залынан бошотту. Хаменова өзүнө тагылган айыпты мойнуна албайт. Бүгін енді мен бұл шешіммен мүлдем келіспеймін. 11 ай бойы тарға баста жатқанда да ақиқатты айтып, шындықты сөйлеп, осымен күрестім. Күресе де береміз. Адвокатыммен, өзімнің көріп отырсыздар, қаумалаған елмен. Бақытгүл Хаменова мажлисте депутат болып тұрғанда мүлкі жоқ екенін, өлкөнүн өнүгүшүнө коррупция кедергесин тийгизип жатканын айтып жүрчү. Жемқорлық ол дерт қой. Ол жемқорлық жойылмайынша ел еңсесін көтере алмайды. Желкесін манағы сол жемқорлықты қиып отырса, ел еңсесін түзейтіндігіне мен кепіл бола аламын деп айта аламын. Коңшу өлкөдө жемқорлық үчүн кармалгандардын арасынан Хаменованын окуясы казак коомунда кызуу талкууланган. Мне кажется, что Хаменова, она в каком-то смысле символ. Хаменова кошомачылыктын символы. Эгерде экс-президентти айга теңеп, апыртып мактабаса, өлкөдө ага каршы реакция азыраак болмок. Биз умтулган Европада пара берүү убадасы да коррупция деп эсептелет. Албетте биздин толеранттуу коррупциялашкан коомубузда муну жасоо өтө кыйын. Бирок бул коррупциядан кутулуунун бирден бир жолу. Что даже обещания взятки. Ел басында ерен толға тұрғанда, мен елімнің ертеңіне сенемін.